саламатсыздар ма? Сіздер қош келіпсіздер. Полиграфия мамандығының дәріс беретін, оқытатын, теория, практика сабақ беретін аудиториясы. Мен Сағындық Тоқтамыс, осы полиграфия мамандығы бойынша арнайы пән мұғалімі. Қош келіпсіздер тағы. Мына оқу процесінің мына жерде практика жүзінде үйренетін, оқушылардың үйренетін практика жүзіндегі станоктар, жабдықтар. Бұл енді процесс өте күрделі процесс, технологиялық процесі. Сондықтан шетінен мен қай жерден басталады, соны полиграфия мамандығын айтып түсіндіріп өтейін. Біріншіден дизайн, ең бірінші дизайн жасалғаннан кейін бәрі форматы, размері, өлшемдері келгеннен кейін ол CTP компьютер плей бойынша айтқанда кәдімгі принтердің үлкен түрі. Осы принтерден біз пластина, металл пластинасын салып, осы металл пластинасы суретке түсірілгеннен кейін, лазерлік технологиямен түсірілгеннен кейін, мына ешқандай көрінбей, жабық түрде, жасырын түрде ғана шығатын пластина осы CTP-ден. Осы CTP-ден шыққаннан кейін бұл пластинаны оқушылар, даже қазіргі жұмыстың кезінде де полиграфия мамандығында үлкен цехтарда да осылай істейміз. Былайша айтқанда, бұл максимальный сол полиграфия өндірісінің дәл өзі. Одан кейін ол проявочный процесі, өңдеу процессоры дейді. Ішінде химиялық проекті бірінші айтқанша закрепителері осы жабдықтың ішіне жіберілгеннен кейін осыдан бір технологиялық процесте, бір өндіріске затқа 4 түсті краскамен шығады. 4 түсті қызыл, сары, көк, яғни қара. 4 түсті пластинамен шығарғаннан кейін, бұл сіздер білесіздер, осы 4 түстен 64 түс құрамына қарай көбейіп кете береді, геометрический прогрессия бойынша. Әрбір осындай 4 түстің пластинасы шығады. Қызыл, сары, көк, қараға. Бұл дайын шыққаннан кейін, пластина өзінің өлшем бірлігі бәрі алдын ала болса, размер бойынша заказ берілген. Бұл пластина келесі процесс офсеттік баспа машинасы бар. Ең негізгі жабдық офсеттік баспа машинасы. Осының 4 краскілі, 4 секциялы. 4 жаңағы шыққан пластинамыз осы әртүрлі краскіге қызыл, сары, көк, қара краски бойынша өзіне секциясына салынып, дайындалып, қағазы салынғаннан кейін бұның бәрі студенттер мұғалімнің қарауымен өздері істеп үйренеді. Форматын, размерін, жабдықтың бәрін қағаздың өлшемін қойып, мына жерден қосқаннан кейін мына жағынан дайын өнім шығады. Қазір мұны машинаны қосамыз. Төрт секциядан трактормен айналып шығады. Әрбір бояу бөліміне өткеннен кейін дайын жұмыс жүргізіледі. Көп түсті бояудан кейін мынадай осындай үйлер шығады. Әртүрлі үйлер шығады. Қазір осы ең бірінші осыдан кейін өңделінеді, кесіледі. Жабдығынан шыққаннан кейін, полностью бұл әлі өңделмеген. Мысалға мынау столға қойылатын настольный календар дейді. Олардың өздерінің дизайны жасаған, өздерінің құрастырған. Машина жабдықтан шыққаннан кейін бұл кесу машинасында кесіледі ортасынан. Бұл кесу станогы соңғы заманауи өнеркәсіп өндірісіне сай алынған гильотина станогы.
Бүкіл меңгерген цифрлары, меңгерген размерлері. Өзінің лазерлік белгісі бар, қойылатын бәрі қойылғаннан кейін мына жерде сенсорный датчик, қауіпсіздік шаралары өте жоғары. Мына қолда екі қолды пайдалануға болады. Кесіп өңдегеннен кейін бұл енді басқа да тағы қол станоктары бар, соған салып бүктеліп, бұлар уже келесі үй бойынша дайын неге түседі. Балдардан өздері істеп, мынаның бәрін өшіп келгеннен кейін бұл календарымыз көрінеді, үш айдың қасында келіп отырғызғаннан кейін осылай істелінетін. Бұл енді гильотина станогы. Келесі бір тағы станок бұл басып шығарылған кітаптарға, журналдарға арналған блок түрінде мына офсеттік баспа жабдығынан кейін басып шыққан материалдар, беттер өңделгеннен кейін кесіліп, бұлар бүктеліп, блок-блогымен жиналып, мына тігу машинасына өткізіледі. Тігу машинасына каретасы жүріп тұрады. Мына блоктар жиналғаннан кейін, беттері сәйкес жиналғаннан кейін, мына блокқа келгесін салынып, бұл автоматты түрде өзі жылжып, мынау тігін машинасы. Басында жіптермен, әдейі жіптен тігетін жабдықтың бір түрі. Бұл жіппен тігу процесінде сіздер білесіздер, қазір көбінесе оқулықтардың нағыз шыдамды болу үшін, жыртылмау үшін әдейі мына тігіліп істелінеді. Көп оқулықтарға, енді мектеп оқушыларын білесіздер қалай ашатын беттерін. Сондықтан мықты мынау кетпеу үшін тігіліп тігу станогы. Точность дейді ғой, өте мықты немене. Сондай-ақ даже үлкен блок кітаптарда сыртынан тігілетін осындай неме. Бұның ыңғайлы оңай ашылу үшін істелінетін және мықтылау үшін істелінетін жіппен тігу машинасы. Шағын ғана бұның әлде де оқу процестері теориядан бөлек осы практика жүзінде әлде де көп жұмыстары бар. Оның бәрін қазір айтуға үлкен уақыт керек. Бұл тек бер жағынан ғана ең негізгі процестерін айтқаным. Назарларыңызға рахмет.